Бүгін өте дәмді болып шығатын пицца дайындаймыз. Ыдысымызға тұз, қант, дрожжды қосып, жылы сумен араластырып, үстіне 2 қасықтай қаймақ саламыз. Илегіштен ұнымызды өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қып қамырымызды илеп алып, 30-40 минутқа көтерілуге бетін жауып қойамыз. Соусын дайындаймыз. Майонезге кетчупты араластырып аламыз. 30 минут тұрған қамырымызды жұқа қып жайып, пергаментный бумагамызды төсеп, формамызға саламыз. Пиццаның шетіне колбасаны турап, осылай жауып шығамын. Пиццаның шеті сонда балалар жеп қояды. Соусымызды жағып, өзіңізге ұнаған начинканы саламыз. Мен колбаса ғана салам. Пешке 15 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне сырымызды сеуіп, қайтадан пешке салып аламыз. Өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Рахмет.